446 есепте мына суретті пайдаланып мына координаталарды анықтаңыздар дейді. Енді санаймыз. 0 мен 1-дің арасына қанша клетка? 1, 2, 3, 4, 5, 6 клетка. Енді менде 3-тен 2 деген санды белгілеу керек, 1,3-тен 1 деген санды белгілеу керек, және 1,3-тен 2 деген санды белгілеу керек. Енді 0 мен 1-дің арасын мен теңдей 3 бөлікке бөлемін. Ол үшін маған 2 клеткадан бөліп шығу керек. Сонда 3-тен 2 3-ке бөлдім, екінші нүктені аламын. 1, 2. Мына жерде А деген нүкте болады. 1,3-тен 1. Ол 1-ден өте белгіленеді. Мына жерде 6 клеткадан кейін 2 деген сан белгілеймін. Өйткені бірлік кесінде 6 клетка болып тұр ғой. Бұды да 3-те тең 3 бөлікке бөлем. 3-тен 1 десе біріншісін аламын. Б нүктесі. Одан кейін 1,3-тен 2 бұл жерде С нүктесі. Екінші нүктені аламын. Келесі координатада 0 мен 1-дің арасы 9 клетка, яғни бірлік кесінді 9 клетка. 3-тен 2, яғни теңдей 3 бөлікке бөлем. Оның екінші нүктесін белгілеймін. 1, 2. 0 мен 1-дің арасы. 1,3-тен 2 тағы да 9 клетка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерге 2 деп белгілеймін. Теңдей 3 бөлікке бөлем. 3 клеткадан бөліп тастаймын. Бұның 1,3-тен 1. 3-тен 1 деген міне мына нүкте. Бірінші нүктесі, сонда ол 1 Б деген нүкте болады. С 1,3-тен 2. 1,3-тен 2, 1, 2. Яғни бұл мынау С нүктесі. Ол 1-ден өте координатада белгіленеді екен. Міне осы дәптерге сызып алсаңыздар болады.